ислам діні келмеске дейін әйелдер белгілі бір зат дәрежесіндеге дейін төмен түскен болатын. Тіпті дүниеде қыз бала дүниеге келсе, олардың абыройын төгетін бір адам дүниеге келді деген сияқты осындай бір түсінік болған. Ал исламның келуімен қыздарды не істеді? Қыздардың жалпы әйел қауымның дәрежесін жоғары көтерді. Шариғатта әйелдің деңгейін көтергенменен, бірақ ер адамға қарағанда сәл бір қадамға кішкене төмен тұрады. Ол біздің салт дәстүрімізде де бар. Бірақ осы аятқа сүйене отырып әйелдерді төмендетуге, немесе әйелдердің құқығына қол сұғуға ол шариғатымыз рұқсат бермейді. Ата-бабаларымыз қызды қыз еркем, қылығымен көркем деп еркелетіп өсірген ғой. Қазақта қызға 40 үйден тыйым, ала берсе қара күннен тыйым деген бар. Бұл таза әдепке байланысты. Бірақ та қазақ қызын ешқашанда төменге отырғызбаған. Қызын әрдайым төрге отырғызған. Сондай-ақ зейнеттерін толығыменен жапсын, бірақ өздігімен көрінетін жерлерін бөлек деді Аллах Тағала Құран кәрімде. Яғни өздігімен көрінетін бөлек жерлер дегенімізді ғұламаларымыз түсіндіреді. Мына қолы алақаны, екі аяғы, беті, жүзі дейді. Енді қарайтын болсақ, біздің жаңағы жалпы салт дәстүрімізге де, шариғатымызға да қайшы болған нәрсені жаңағы бір арабтың, яки болмаса ирандықтың, немесе басқа бір жаңағы күн ыстық жерлердің дәстүрін алып келіп, бұны шариғат деп тығып жатқаны дұрыс емес. Аллах Тағала қалай жапсаң, олай жап, әйтеуір ұятты жерің ашық болмаса болды деді. Бізден бұрынғы өткен кісілер қалай қолданды? Олар кимешек киді, ою бар, ең бастысы шашы көрінбейтін, омырауын толығымен алдымен жауып тұратын, өзіміздің дәстүрімізге, өзіміздің ақылағымызға, біздің салт дәстүрімізге, негізгі ұстанымдарымызға сай етіп шариғатты ұстанды. Балиғат жасқа толмаған қыз балаларды діни ағымдарға байланысты сол жолға түскен отбасылар орап жатады. 2 жасар қыз баланы да орап қойғанын көрдік. Әсіресе соның ішінде қара жамылған деген нәрсе бұл біздің ұлтымызға жат, біздің ұлттық ұғымымызға жат дүние. Қазақ қай кезде қара жамылған қазақтың әйелі? Ер азаматынан айырылып, басына қайғы түскен кезде қара жамылған. Оның өзінде де 3 күнге дейін екен. Жалпы имамдар жағынан, ұстаздар жағынан қанша да уағыздар айтылса да, шетелдік адамдарды тыңдап жатқан жайы бар. Еліне, жеріне жаны ашыған адам ол өзінің сол мекендегі шариғатты дұрыс түсінген, соны оқыған адамдардан тыңдау керек. Өйткені қарайтын болсақ, салт дәстүр, әдет ғұрып егер шариғатқа қайшы келмесе, ол ұстала береді. Кішкентайынан біз баланы қараға орайтын болсақ, онда оның психологиясында міндетті түрде кінәрат болады. Бала кішкентай кезінде қызыл жасыл дүниені көріп өсу керек. Соның ортасында ойнап күліп өсу керек. Ол дүниені сол бар бояуымен тануы керек. Тамырсыз гүл болмайды ғой. Сол сияқты біз тамырымыздан ажырасақ, онда болашағымыз бұлыңғыр болады. Тамыр дегеніміз не? Ол біздің ұлттық дәстүріміз. Біздің қан мен бойымызға сіңген әдет ғұрпымыз.